осы тұрғыда үш жақты кездесуді өткізу мүмкін деп ойлайсыз ба? Путин егер Зеленскиймен кездесетін болса, Ресей екі қол көтеріп берілін деген сөз. Қазір Трамптың бір өзінің жаңағы несі ретінде, көзір ретінде қолданып отқан дүниесі осы ғой. Тура кеңес одағындай өздерінің тәуелсіздігін жариялай бастайды. Тәуелсізбіз, егеменбіз, егемендік жариялай бастайды. Украина бұл талапқа көнуі мүмкін бе? Трампты біз көріп жүрміз ғой, ол да бір мақтаншақ адам сияқты болып кеткен. Армысыз көрермен, бұл мәлім подкаст. Бүгінгі тақырыпты Дональд Трамп пен Владимир Путиннің кездесуіне арнағалы отырмыз. Аляскадағы өткен жиында саммитте қандай тақырыптар көтерілді, Украина, Ресей арасындағы шиеленіс қалай шешілуі мүмкін. Бұл сұрақты белгілі саясаткер Уәлихан Қайсаров мырзаға қойғалы отырмыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мынау енді кеше ғана Трамп пен Путин екеуі Аляскада кездесіп, Украина мәселесі бойынша келіссөз жүргізді. Бірақ ешқандай бір ортақ ымыраға келе алған жоқ. Екі жақты кездесу болды. Украинаның немесе Европа тарапынан ешқандай өкіл болған жоқ. Бұл кездесудің бұндай форматта өтуіне не себеп болып отыр сіздіңше? Енді ол негізі соңғы кезінде өте күрделі мәселе болып тұрды. Бірақ ең бастысы, олар сол кеше Аляскада еш нәтижеге келген жоқ. Екі тақырыпта, екі жақта. Бірақ меніңше ең басты мәселесі оған қарсылық білдірген Украина өзі, өйткені жерімізді бермейміз деп. Және де Европаның мемлекеттері, тіпті НАТО мемлекеттері болсын, Евроодағы мемлекеттері болсын, өйткені олар Украинаның тәуелсіздігі, Украинаның жер тұтастығы ол өздеріне тікелей қауіп төндіреді деген ұғымда. Сондықтан олар егер қазір Украина жері берілсе, онда ертең Польшаның жерлері берілуі мүмкін, Балтық елдерінің, Финляндияның, Молдавия, басқа мемлекеттердің жер берілуіне Ресей, Кремль талап етуге мүмкін. Сондықтан олар Трампқа қойған жаңағы өздерінің айтылған пікір, тіпті талап деп айтуға да болады. Украина туралы келісім шарт жүрген кезде жер мәселесі тек қана Украинаның құзыретінде болсын. Американыкі да, Европаныкі да оған ешқандай құзыреті жүрмейді. Ол тек қана Украина халық, Украина билігі өзі шешеді. Сондықтан меніңше ең басты проблема осы болды. Путиннің бұрын соңды айтып жүрген әңгімелері және оның пропагандистердің айтып жатқан сөздері, Украинаның 4 облыстары берілсін, Қырым Ресейдің жері деп танылсын. Сондықтан ал енді Трамп тура бір күн алдын ала Европаның мемлекеттерімен сөйлесті ғой. Осында Путин келе жатыр деп. Сонда олар оған нақты айтылды. Осындай шектерден асуға болмайды. Ал Путиннің шектері басқаша болып тұр. Сондықтан жаңағы олар түскі асты да жеген жоқ. Ешқандай журналистердің алдына шығып жаңағы сұрақтарға жауап та берген жоқ. Өйткені жауаптары жоқ болғаннан кейін. Сондықтан әр тарап еш өзінің мүддесін қорға алмай, солай кетті екі жаққа. Херсон секілді өңірлерді өзінің жеріне қосып алу деген дүниені жаңағы негізгі талап ретінде қойып отыр деп шығып отыр ғой ақпарат. Бұған қатысты ойыңыз қандай? Бұл Украина бұл талапқа көнуі мүмкін бе? Жалпы енді қысым күшейген кезде. Украина оған еш уақытта көнбейді. Өйткені ең біріншіден Украинаның конституцияда жазылған. Сол бұрын сондан жазылған, жаңағы осы 4 облыс Қырым ол тек қана Украинаның жері. Сондықтан Зеленский егер берем десе де, бәрібір ол Зеленскийдің шешімі ол Украина конституциясына қайшы келеді, ол сондықтан ол заңсыз болып кетеді. Оны өзгерту үшін алдымен Украина халық өзінің ішінде, Украина ішінде референдум өткізу керек.
Ал егер тағы да референдум өткіземіз дейтін болса, тағы да бір не қайшылық болып тұр. Сол 4 облыстар мен Қырым, олар қазір Ресейдің құзыретінде несін қарауында қалды. Сондықтан ол жерде референдум өткізуге ешқандай жаңағы заңды түрде мүмкіндік жоқ. Сондықтан көрдіңіз бе, бір-біріне қарама-қайшы келіп тұр да. Сондықтан бұл референдумды өткіземіз десе де бәрібір оны Украина өткізе алмайды. Ол біріншіден. Екінші, президент құзыреті ондай құзыреті жоқ. Үшіншіден, сонда ал егер берілетін болса, сонда жаңағы қаншама 100 мыңдаған адамдар мысалы қаза тапты, қаншама жаңағы мүгедек болып қалды. Сонда ол бекер ме? Сонда ол бекер болған нәрсе ме? Оны бір не алдына бере салмаймыз сразу сол жерлерді. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл жерде үлкен мәселе туындап тұр. Және де Европа одан тыс қалмайды ғой. Жарайды, тіпті Украина келіссе де, жарайды, келісті десекші, мысалы, бірақ бәрі бұл мына Польша, Балтық елдері, Молдавия, Финляндия, тіпті Румынияның өзі, олар не деуі мүмкін, олар не ойлап қалуы мүмкін. Бүгін Украинаны біз беріп тапсырдық өз қолымызбен, ертең бізге келіп, сонда бізді де өзімізді тапсыруымыз керекпіз деп. Сондықтан бұл жерде мына батыс жақтан ешбір келісімге ешбір жаңағы себеп болмай тұр да. Тіпті себебі іздейміз десе де тауып көрейік десек те бәрі ол жоқ. Ал Ресейге осы мәселе талқылаған кезде Ресейге олар сәл жеңілдеу, өйткені олар басқыншылық жасады, агрессорлар олар және де бүкіл әлем олардан талап етіп отыр, әскерін шығару, және осы жерлерді Украинаға кері қайтару. Және де олар конституция өзгерген кезде олар кейін осы берік таманғанда сол облыстарды кіргізу үшін конституцияға өзгерістер жасады. Және де біз білеміз ғой, Ресейде демократия деген жоқ. Осылар конституция олар бір күн ішінде, бір сағат ішінде өзгерте салады. Украина ондай істеймін десе де бәрібір Украина ондайды істей алмайды. Сондықтан бұл жақта Ресейге сәл оңайға түседі. Ол тек қана бір Путинге тіреп отыр ғой. Путин өзін енді қалайша айтсам, өзін ар-намысына тиіп тұрған нәрсе ғой. Сонда қалай мен берілдім ба, сонда мен қалай күшім жетпеді ме, ол Путин өзіне дақ келтіреді деп содан қорқып жүр да. Бірақ енді меніңше 2008 жылы Грузияны басқан кезде олардың несі болды ғой, күш арқылы бейбітқа жаңағы мәжбүр ету. Тура сондай әдіспен Ресейді бейбітке, күш арқылы бейбітке мәжбүр ету керек. Басқа амал жоқ. Енді әскери күшпен болмаса да, мысалы, енді НАТО олар Ресейге шабуыл жасамайды ғой, Америка болсын, бірақ Украина арқылы НАТОның қарумен, Американың қару-жарақпен, мысалы, оның үстіне экономикалық санкцияларды Ресейге тікелей, және де мысалы Ресеймен экономикалық байланыс жасап жатқан мемлекеттерге екі деңгейіндегі санкцияларды қолдау, немесе Трамптың тариф саясатын қолдау арқылы Ресейді мәжбүрлеуге толық мүмкіндік бар әлемде. Ертең 18 күні Зеленский Ақ үйге барып Трамппен тағы бір кездесу өткізеді. Одан кейін 22 тамыз деді ау деймін, қателеспесем, 22 тамызға ұшақты кездесуді ұйымдастыру жоспарында бар. Бұл енді өте тығыз жасалынып жатқан дүние. Бұл жерде енді бұрыннан айтылып келе жатқан талаптары бар. Бір осы тұрғыда ұшақты кездесуді өткізу мүмкін деп ойлайсыз ба осы аз уақыттың ішінде? Ол өте сұрағыңыз өте күрделі. Бір жағынан, екі жағынан бұл сұрақ неде, бұл мәселеде өте бір қызық нәрсе жатыр. Мысалы, айтып отырсыз ғой, ертең Алла қаласа Зеленский неге Ақ үйге барып, кіммен Трамппен кездеседі. Енді телефон арқылы біз тікелей бетпе-бет жүздесіп, бәрін түсіндіріп айтады ғой, қалай болды, қалай өтті, қандай әңгіме айтылды, о жақтан, біз жақтан қалай нелер, қандай шарттар қойылды деп. Содан кейін 22 күні айтып отырсыз, мүмкін Ресеймен кездесу болып қалу мүмкін деп. Бірақ тура күні кеше ғана Ресей тарапынан Кремльдің өкілі айтты ғой, біз Зеленскиймен кездеспейміз. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл жерде, мысалы, сіздің айтып жатқан сөз, ол да мысалы Ақ үйдің шыққан сөзі, Кремльден шыққан сөзі анау. Сондықтан олар бір-бірімен ең алдымен тіл табыспай отыр.
екіншіден әр жақтан әр тараптан шығып жатқан ақпараттар бір-біріне қайшы келеді, бір-біріне сәйкес келмейді. Енді меніңше қазірдің өзінде Трампқа да сену өте қиын болды. Енді Путин ол белгілі, ол қашан болса да оған сенуге болмайды. Сондықтан ол Кремльде айтып жатқан сөздер ол үнемі өтірік. Ал Трамп кейде шатасып қалады, несі әдісі бар. Сондықтан ол да бір үлкен бір мәселе болып тұр да. Меніңше Зеленский Путин егер Зеленскиймен кездесетін болса, ол үлкен бір ненің белгілі. Ол Ресей сол жерді қайтаруға дайын екендігін білдіреді. Өйткені олар Зеленскийдің Европаның несін позициясын толық біледі. Бір шағын метр жер орыстарға Ресейге берілмейді. Ал егер оны біле тұрып Зеленскиймен кездесетін болса, онда ол жаңағы Кремльдің өзінің әлсіздігін көрсеткен сияқты болады. Бірақ демек меніңше, егер оған Кремль келіссе, онда ол Украинаға, ол Европаға үлкен бір жақсы сондай бір белгі. Онда ары қарай Ресейді жаңағы қысып, Ресейді бейбітке мәжбүрлетуге болады екен деп әңгіме деп айтуға болады. Сондықтан егер кездессе, жаңағы 22-сі, енді 22-сі болмаса да, тіпті осы тамыз неде келесі қыркүйек болса да, әйтеуір бір жарайды Зеленскиймен кездесемін дейтін болса Путин, онда бітті, Путин сәбізі бітті деген сөз. Ресейдің сәбізі бітті деген, ол да Ресей екі қол көтеріп берілдім деген сөз. Бірақ берілдің кезінде, бірақ соның өзінде бір өздерінің бір пайдалы шарттарды, мысалы ойы мүмкін, экономикалық санкциялар алып тасталсын, біздің жаңағы одақтас елдердің тарифтері түсірілсін, немесе SWIFT-ке қайтадан қоссын. Енді халықаралық банкаралық нелер есепте жасайтын SWIFT жүйесін қайтадан қосылсын, Ресейдің карточкалары, банкідегі шоттарын жаңағы бұғатталып тұр ғой. Ол да алып тасталсын дегендей. Мүмкін сондайға Европа келісетін де шығар, мүмкін. Ең басты мәселе қазір соғыс тоқтату, адам шығын болдырмау, жерлерді қайтару, және сол жерлерді, Зеленский айтуынша, сол Ресейдің тараптан, Ресейдің есеп шотынан жаңағы оны қайтадан жаңғарту, қайта құру. Тағы бір мәселе бұл жерде, енді Трамп күні кеше жаңағы Армения мен Әзербайжан мемлекеттерін бір татуластырған, сондай бір ымыраға келтірген бітімгер ретінде көрініп отыр. Енді осы Украина мен Ресей арасындағы дауға жаңағы күштеп кірісті деп айтсақ болатын шығар. Оның енді көздегені жаңағы бітімгер ретінде Нобель сыйлығын алу. Оны жаңағы екі елдің президенттері де ұсынды. Бұның осыншалықты тез әрекет етуі негізгі мақсаты осындағы сол жаңағы сыйлықты алу деп ойламайсыз ба? Енді ол кеше ме алды күні тура осындай сұрақ қойды ғой, Трамп өзі қойды. Сіз осы мына Нобель сыйлық Хиллари Клинтон айтқан сөзіне байланысты не дейсіз деп, ол айтты, негізі мен Нобель сыйлықты ойлап жатқан жоқпын деді. Бірақ егер берілсе, әрине мен қуанам, жаңағы маған сондай бір құрмет деп өзім қабылдаймын. Бірақ мен саясат жүрген кезде мен Нобель сыйлықты ойлап жатқан жоқпын деп. Ол тек қана мына адамдардың шығын болдырмау, жаңағы бүкіл әлемде бейбіт орнату мәселесін ғана ойлап жүрмін деді. Мүмкін ол солай да шығар, бірақ бір жағынан Трампты біз көріп жүрміз ғой, ол да бір мақтаншақ адам сияқты болып кеткен, өзін жақсы жаңағы мадақтайтын сөздерді жақсы қабылдайды, оны мақтайтын жерлерді мысалы жақсы қабылдайды. Тіпті өзінді өзі қаншама рет мақтап жүр ғой, мысалы, мақтанып жүр да өзі. Мен болмағанда үйтіп болмайтын еді, мен келгенде үйтіп болмайды, мен келдім үйтіп бүйттім деп. Енді ондай бір кемшілік бар, оны көріп отырмыз. Сондықтан Нобель сыйлығы әрине меніңше ол Трампқа әсер етіп жүр, әсер етеді. Сондықтан бір жағынан ол оған да тырысып жүрген шығар. Ал бірақ жаңа айтып отырсыз ғой, мына Армения мен Әзербайжан жайлы жаңағы қақтығыс тоқтатты. Бұл негізі енді саясатта біз жүрген адамбыз ғой, бұрыннан ондай конфликттерді, ондай шиеленістерді
бір күнде тоқтатылмайды. Бірақ олар мына екеуі де біле тұрып, Трампты мақтаған жақсы көретінді, олар екеуі біле тұрып, осы өткенде кеше Путинді мақтап отыр ғой Трампты. Олар әдейі келіп Трампты, ой сен кереметсің, сен данышпансың, сен ұлы адам екенсің деп, ана сөздерді аямай жаңағы Трампқа айтып отыр ғой. Ол өзі үшін мәз болып отыр да. А шын мәнінде егер біз зерттейтін болсақ, осы екі мемлекет, Армения мен Әзербайжан арасындағы келісім қайда 1-2 жыл болып жатқан нәрсе. Ол тек қана дайын нәрсеге келіп жаңағы қол қойғыздырды оларға. Аналар оны екеуі пайдаланып, өйткені Америка сол жаңағы екі коридор дейді ғой. Америка өзінің инвестицияны салмақшы, жаңағы өзінің қадағалайтын жаңағы нелердің тетіктерді орнатпақшы. Және де мына оңтүстік Кавказды Ресейдің ықпалынан шығару үлкен саясаты. Сондықтан бұл жерде ол бітімгершілік іс жасады деп айтуға болмайды. Өзге мемлекеттердің, мысалы мынау ақш-тың, Түркияның, Қытайдың секілді мынау Ресейдің айналасындағы тығыз байланысты бұрынғы постсоветтік мемлекеттерге ықпалының артуы, күшеюі Ресейді бітімге келуге бір итермелейтін күш болып тұрған жоқ па қазір? Тура келісеміз сізбен. Өйткені көрдіңіз бе, Ресейдің айналасында оған енді одақтас енді экономикалық қарым-қатынас көп жасайтын мемлекеттер ол бұрынғы өзі айтқандай бұрынғы кеңес одағының республикалар ғой. Енді мысалы мына батыс жағы ол мысалы Молдавия, Украина кетті белгілі. Балтық елдері кетті. Енді Белоруссия ғана қалған шығар. Грузияның түрі анау. Әзербайжан, армяндар жаңағы Ресейді бет бұрды. Грузия енді Грузияның үкімет ресейшіл десек те, бәрібір осы күнге дейін Грузия мен Ресей арасында дипломатиялық қарым-қатынас әлі жоқ. Сол Саакашвили кезінде қалай бұзылды, үзілді. Сол күйінде әлі тұр. Ол бір-бірінде дипломатиялық миссиялар жоқ. Ал енді қалғаны кім ғана? Қазақстан, соның ар жағында тұрып жатқан Түркмен, Түркмен ол жаңағы нейтралдық мемлекет, ол өзімен өздері, Ресейге одан ешқандай пайда жоқ. Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, 4 республикалар қалды. Қазақстанның да саясатына олар онша көңілдері толып жатқан жоқ. Енді қалған Тәжік пен Қырғызстан бітті. Егер қазір мінекей осы жаңа өзің айтып жатқан мемлекеттер Америка, Түркия, Батыс Европа, егер осы біздің республикаларымызды Ресейдің ықпалынан алынса, бітті, онда Ресей ешбір жаңағы өзін қолдайтын мемлекетсіз қалады. Енді Қытайдың ойыны ол белгілі. Біресе былай. Қытай мысалы Ресейдің мүдделерін қорғап жатқан жоқ. Американың да мүдделерін қорғап жатқан жоқ, Европаның да, ол тек қана өз мүддесін қорғайтын мемлекет. Оның енді орны ерекше Қытайдың, ол көне заманнан келе жатқан солай өзі. Сондықтан Ресей қалады. Айта беріңіз. Сондықтан Ресей қалады. Енді тағы да бір үлкен мәселе, мына экономикалық санкциялар Ресейдің сүйенетін жаңағы басқа мемлекеттер жоқ, бітті. Қай мемлекет арқылы, мысалы Қытайдан тауарды алып келеді, Гонконгтан, Тайвань, басқа мемлекеттерді. Жолдар жабылады, танкерный флот дейді ғой, мысалы теневой танкер. Оғанда мысалы қазір Америка санкцияларды қойып жатыр, Европаның санкция қойып жатыр. Бітті Америка, сосын кім Ресей өзімен өздері қалады, экономикалары ыдырайды. Одан кейін жаңағы өздерінің федеративтік субъекттер, федеративтік субъекттер, сосын әрқайсысы айтады, ойбай, сендер проблемаларды шешпей жүргенде, біз онда өзіміз-ақ жергілікті билікті жүргізейік. Ал содан Кремльде амал қалмайды, жарайды, өздерінің билік жүргізіңдер, бірақ тек қана Ресейдің құрамында қаласыңдар. Ал ертең жаңағы федеративтік субъекттер өзінің билігі жүрген кезде, олар сөз түседі, Кремльдің қажеті не бар бізде. Сосын Татарстан, Башқұртстан, Кавказ республикалары, якуттар, Алтай, буряттар мысалы, оларды бізде Кремльде не пайда?
Кремльден жана біз тек қана мына кедергіден еш нәрсе жоқ. Сосын олар мына тура кеңес одағындай өздерінің тәуелсіздігін жариялай бастайды. Тәуелсізбіз, егеменбіз деп егемендікті жариялай бастайды. Сосын өздерінің декларацияларын қабылдайды. Енді жан жақта өздерінің нелер парламенттері бар, жаңағы заң қабылдайтын органдар бар. Президентте енді сол субъектілердің басшылары да бар. Сосын олар мына тура біз сияқтылар сосын тәуелсіздікті декларацияны қабылдайды да бітті, біз Кремльден енді біз тәуелсіз деп бітті. Сол Ресейді күтіп жатқан осы, егер экономиканы өздерін түзете алмаса, басқа олардың амал жоқ. Үндістан мен Қытайға ақш-тың мынау салық саясаты өзгеріп, ертең тарифтерін өзгертіп, көтеріп, санкцияны күшейтетін болса, Ресейдің жағдайы одан сайын ушыға түседі. Қазір Трамптың бір өзінің жаңағы несі ретінде, көзір ретінде қолданып отқан дүниесі осы ғой. Мысалы, Үндістан Трампқа айтты ғой, жарайды, біз егер неден Ресейдің мұнайды сатып алмасақ, онда қайдан аламыз мұнайды? Өйткені Ресейдің сатып жатқан мұнай аз емес енді. Қанша бір 25% шығар әлемдегі мұнай нарықтан. Трамп не істеді? Трамп бір күн ішінде Венесуэлаға салынған санкциялардың бәрін алып тастады. Бұрын мысалы Венесуэлаға танкерлерді кірмейтін еді, Венесуэладан мұнай сатып алуға болмайтын еді. Өйткені Венесуэладан мұнайды сатып алса, онда санкцияға ілінесің деген саясаты болған. Бірақ ол Трамптан бұрын. Трамп бірінші өзінің мерзімде оны қабылдаған. Енді Трамп сол Үндістан сұрағына жауап бергенде, мінекей Венесуэладан мен санкцияны алып тастадым деді. Барындар, Венесуэладан алынды. Ал Венесуэла мына араб мемлекеттерімен салыстырғанда, олардың жаңағы мұнайдың қойнауы олардан көп. Иә. Сондықтан мінекей қазір Венесуэланың мұнай нелерін жолдары ашылды. Ол да үлкен Ресейге соққы деп айтуға болады. Бізге де қысым күшейеді ғой. Біз де ілінуіміз мүмкін тура сол санкцияға. Бізге бізде тікелей болмаса да жанама әсері. Бізге тек қана мұнай мен газ ғой әсер ететін. Былай егер тауар айналымы айтатын болсақ, бізде мына Қытай деген бар ғой. Қытайдың шекаралары бізде ашық, сауда саттық еркін жүргізіліп жатыр. Мына Харгостың өзіне тіпті барсаңыз, арнайы жаңағы сауда орталықтары бар, мысалы біздің қазақтың азаматтары сол жаққа барып, таңертең сағат 5-ке дейін жұмыс жасайды Қытай жақта. Сосын 5-тен кейін оны кері қайтарады. Енді заң бойынша солай, Қытайда қалмау керек. Яғни Қытайға барып жұмыс жасап жүр, солар Қытай сауда нүктелерінде. Өйткені қазақша да біледі, орысша да біледі, қытайша да біледі, мысалы, көп қазақтар, сол жақты қазақтары. Сондықтан бұл жерде аса қатты осы сауда айналымына әсер етеді деп мен ойламаймын. Ең бастысы әсері ол Ресей біздің Новороссийскке бара жатқан мұнай құбырын тоқтату мүмкін. Ал ол арқылы біздің жылына түсіп жатқан жаңағы несі айналымы қанша 70 миллиард доллар дей ма, сондай несі, жалпы ішкі өнімге қосатын нелердің үлесі. Ол бір жағынан, ол үлкен сұрақ туындайды. Және де одан біздің бюджетке түсіп жатқан салықтар да аз емес. Ол шын мәнінде үлкен проблема болуы мүмкін. Ол болады да. Бірақ енді амал жоқ, не істейсің? Ресей өзі соғыс тоқтап қалмаса, енді біз ол үшін Украинаға қарсы соғысты біз қолдаймыз деп ол дұрыс емес қой. Қалай болса да енді басқа амалын іздеу керек, Қытайға жіберу керек, Каспий арқылы мысалы Грузияға жіберу керек, Әзербайжанға жіберу керек. Әйтеуір бір амал, әрине ол жаңа 1-2 айдың ішінде табылатын амал емес, ол оған ең аз мысалы 2-3 жыл өтеді. Ең азы 2-3 жыл өтеді, ол егер тіпті жағдайлар бәрі жақсы болса. Бірақ соны өзіндейді. Әрине сұрағыңыз өте орынды, бізге қатты әсер етеді. Ресейге байланысты бізге салынған санкциялар қатты әсер етеді. Мысалы қазір көріп отырсыз ғой, 25%-ға көтерді ғой Трамп біздің тауарларға.
Иә. Ал оның көлемі 4 миллиард долларға, тікелей 4 миллиард долларға, мысалы 25%, мінекей қанша 1 миллиард доллар біздің бюджет тікелей кететін болады. Немесе ол 1 миллиард доллар жаңағы өзіміздің тауарларға, жаңағы тұтынушыларға, ол жаңағы соларға салынады. Ол тағы да бағаның өсуіне байланысты, доллардың көтеруіне, теңгенің құлдырауына байланысты болып қалады. Оны да жақсы шамалы. Қазақстан жаңағы баламалы жолдарын іздеу керек деп айтып отырсыз ғой. Bir кездері осы анау Ауғанстан арқылы бір маршрут туралы не болды, әңгіме болды бір Әңгіме сондай. болды. Иә. Бұл бағыттағы жұмысты қайта жандандыруға болады деп ойлайсыз ба енді? Қазір Ол үлкен саяси не ғой, тәуекел ғой. Өйткені Ауғанстанда бейбіт орнатылды деп қазір ешкім айта алмайтын шығар. Олардың билік ауысуы әбден мүмкін. Сосын құбырыны бомбалап жаңағы немен мина қойып жарып тастау мүмкін. Ол қаншама ақша ол бекер кетеді. Құбырын жұмыс істемесе, мысалы қанша миллиард доллар оған салынуына кетеді. Сосын енді біз ол жақтың адамдарын несі білеміз ғой, иә. Мына криминалдық топтар өте көп. Сосын оларға құбырымызға қосылып, жаңағы мұнайды ұрлауы мүмкін. Мысалы, оларды айтпақ, біздің Қазақстан өзінде қаншама ондай топтар табылды ғой кезінде. Мұнай құбырына жаңағы несін, өзінің кішкентай құбырын қосып, кішкентай мини мұнай өңдейтін заводтарына мысалы қостырып, бензин шығарды, солярка шығарды. Ал Ауғанстанға барса, тіпті Пәкістан өзіне барса, ондай мыңдаған криминалдық топтар көбейіп кетеді. Сондықтан мысалы миллион баррель мұнайдың 300-400 жете ме жаңағы өз мақсатына несін алатын клиентке жетпей ме деп, ол да үлкен сұрақ. Сондықтан мен қазір Ауғанстан арқылы мен мұнай құбырының немесе газ құбырын өткізбейтін едім. Бұл өйткені ол жаңағы өте қауіпті нәрсе болып тұр. Сонда ол ақшаны жерге бекер тастаумен тең болуы мүмкін. біз енді өзімізді азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отқан мемлекет емеспіз. Бұл алдағы бір 2-3 айдың ішінде мәселе шешілмейтін болса, Трамп айтқан сөзін орындайды. Демек бізде осы азық-түліктен болсын, экономикалық тұрғыда үлкен қиындықтар туындауы әбден мүмкін ғой. Енді бұл жерде екі ақ мәселе болып тұр да. Ең бірінші мәселе ол өзіміздің соңғы 30-35 жылға дағы тарихқа баға беру керек. Біз осы жағдайға қалай келдік? Неліктен келдік? Себептері не болды? Сыртқы саясатымыз қандай болды? Ішкі саясатымыз қандай болды, иә? Өйткені қазіргі жағдай, кез келген жағдайдың себептері бар ғой. Негіздері де бар, себептері де бар, иә. Өйткені жайдан аспаннан жай түсіп қалған жоқ қой, мысалы. Бұрын сонда ол не, мысалы, біз көп мәнді мысалы Ресейге бердік, иә. Ресей арқылы құбырды өткіздік, Ресеймен экономикалық қарым-қатынас жасадық. Ресейді үйттік, олардың айтқанына ердік, мысалы, иә. Тіпті Байқоңырды да беріп тастадық. Мына солтүстік өңірлерде темір жолдың солардың құзыретінде, мысалы, иә, қазірдің өзіне дейін саясатымыз Ресейдің аузына қарап бәрі жүргізілген. Сондықтан осыған бәріне баға беру керек. Әлде мүмкін біз Ресейге тым көп көңіл бөлдік пе? Әлде біз Ресейдің астына олардың айтуына кез келген уақытта, кез келген жағдайда біз дайын болдық па, мысалы, иә. Басқа мемлекеттермен, тіпті Қытай болсын, Түркия болсын, оңтүстікте жатқан Өзбекстан, Түркмен, Тәжікстан, Пәкістан, мысалы, біз олармен неліктен қарым-қатынас күшейтпедік? Мүмкін сол Ресейдің аузына қарап, мүмкін сол себеп болды ма? Ең алдымен осының бағаны беру керек. Осының бәрін сипаттау. Сосын сол жаңағы 35 жыл ішінде біздің өзіміздің қателіктерді анықтауымыз керек. Ең алдымен қате қай жерде болды? Мінекей осы жеріміз қазір енді 35 жыл өткеннен кейін қазір мысалы оны сараптауға жеңіл ғой, мысалы. Қазіргі жағдаймен салыстырғанда неліктен? Мінекей қате мына жақта болған екен, қате мінекей мына жақта болған, қате мына жақта болған, қате мына жақта болған екен. Енді осыны жаңа еске ала отырып, болашағымызды алда жоспарларымызды жасауымыз керек.
алладағы жоспар енді ол әрине мысалы 35 жыл жасаған Назарбаевтың тұсында болсын, қазіргі биліктің тұсында болсын қателіктер аз емес. Оны өзгерту үшін оған аз уақыт жетпейді. Оған көп уақыт керек. 30 жыл жинаған қатерімізді 30 күнде біз шеше алмаймыз. Ол белгілі. Мысалы құбырды 30 күн ішінде сала алмаймыз ғой, 30 айдың ішінде сала алмаймыз. Жаңа сіз айтып тұрған өте дұрыс. Енді біз бәрібір оған көп уақыт керек. Ал енді қазір не жасау керек? Ал енді қазір оны жаңағы еске ала отырып, ол жоспарларды жаңағы іске асыра отырып, жүзеге асыра отырып, қазіргі ең бастысы өзіміздің жеке кәсіпкерлерді қолдау керек. Майда жаңағы шүйде түйде дейді ғана кәсіпкерлерді қолдау керек. Оларды көбейту керек, оларға жағдай жасау керек, иә. Оларға өте төмен пайызбен несие беру керек. Тіпті мысалы егер инновациялық сондай бір керек нәрселер болса, тіпті процентсіз несие түгіл, мүмкін субсидия беру керек, иә. Мысалы, мүмкін дотация беру керек. Мысалы, мен қазір білемін, мысалы, оңтүстік өңірінде нелер не жүреді, теплицалар көп салынып жатыр, иә, мысалы. Өте дұрыс. Ал енді мінекей сол теплицаларды мысалы сәл орталық Қазақстанға, солтүстік Қазақстанға жылжыту үшін мысалы мүмкін сол жермен айналысып жүрген кәсіпкерлерге, шаруашылық қожалыққа мысалы, иә, мүмкін субсидия беру керек, жарайды. Немесе тіптен пайызсыз берейік. Мысалы мал шаруашылығын алатын болсақ, иә. Ол мысалы мал шаруашылығы мына жермен айналысу ол 1-2 жылдың ішінде пайда беретін жаңағы өзінің өнім көрсететін бизнес қой. Оған мысалы бірнеше жыл керек емес мысалы. Сосын жаңағы шағын цехтар болады ғой, тауар шығаратын. Ондайларды көбейту керек. Өйткені біз қазір өзіміздің шағын және орта бизнесті көтере алмай, жаңағы үлкен ірі проекттер ол бірнеше жыл кетеді, оған керек. Сондықтан осы шағын және орта бизнес арқылы біз өзіміздің экономикамызды көтере аламыз. бір жылдың ішінде. Енді амал жоқ бәрібір. Бірақ оған көрдіңіз бе, жоғарыда отырған бүкіл министрлер болсын, депутаттар болсын, әкімдер болса, олар мемлекетті ойлап жатқан жоқ, олар халықты ойлап жатқан, олар тек қана өз мүддесін ғана ойлап жүр. Ал олардың мүдделері неде болып тұр? Сол өздерінің ірі компанияларда болып тұр. Сондықтан олар шағын және орта бизнесті қолдамай, олар сол өздерінің ірі компанияларды қолдап жүр. Ірі компанияларды қолдап, жаңағы соларға бөлінетін ақша, қаражат, ол жаңағы шағын және орта бизнеске ол жетіспейді. Уақытысында немесе бөлінбейді. Сондықтан мінекей осы проблеманы біздің қазір президент болсын ба, премьер-министр болсын ба, парламент болсын ба, осыны кәдімгідей нақты қарап, нақты зерттеп, нақты жаңа экономистерді, жаңа тарихшыларды шақыру керек. Экономистерді және заңгерлерді. Өйткені бұны жаңағы іске асыра алатын тетіктердің ең маңыздысы ол жаңағы заңдық жүйе, заң қорғау жүйе. Ол жаңағы юристтер мен заңгерлер сот жүйесін түзету керек. Егер сот жүйесі түзетілсе, ары қарай өзі экономикада, демократияда, қоғам қатынастарды, мемлекет қатынастарды өз жолын өздері ақ табады. Өйткені ең басты кез келген мемлекеттің қанша демократиялық мемлекетті өзі дейтін болса да, бірақ сол мемлекетті заңдар жұмыс істемесе, ол еш уақытта демократиялық мемлекет болмайды, ол бәрібір түбінде диктаторлық, авторитарлық режимге айналып кетеді. Құрметті көрермен, бүгін бізбен сұхбаттасқан ақш-тың Ресей мен Украина арасында қақтығыстағы рөлі туралы, Трамптың рөлі туралы аз-кем ой бөліскен саясаткер Уәлихан Қайсаров. Сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермен, сұхбатымыз ұнап жатса, пікір жазып, лайк басып отырыңыздар. Мәлім подкаст, жүздескенше.